Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздерге жаңағы Google почтаны қалай ашу керек екенін көрсетейін деп отырмын. Себебі көп адамдар қазір Google почтаның жалпы не екенін, оны қалай ашу керек екенін білмейді. Телефон сатып алған кезде көбінесе магазиндерде өздері жаңағы ашып береді. Google почтаны телефон алған кезде тіркеп бәрін өздері ашып береді. И ол Google почталардың не адресін білмейді, не паролін білмейді. Кейде жаңа Play Market'тен бір нәрсе жазып берейін десең, Play Market'ке кіру үшін тоже Google почта керек. Тағы да басқа бір приложенияларға тоже Google почталар сұрайды. Сол кезде Google почтаңыз қандай деп сұрасақ, мысалы, үлкен кісілер, мысалға, көбінесе білмей жатады. Не ол, оны қай жерден аламын, оны қай жерден копировать етемін, қай жерден жаңағы оны көремін деген сияқты. Сондықтан бүгін сіздерге жаңағы компьютерден және телефоннан Google почтаны қалай ашу керек екенін көрсетейін деп отырмын. Ең бірінші компьютерден ашатын болсақ, мынандай Google деген жаңағы өздеріңіздің интернет ашатын Google'дарыңыз бар ғой, соған кірсеңіздер, сіздерде уже Google почтаның несі осындай шығады. Немесе гостевой режимді көрсеңіздер болады. Сонда добавить дегенді басасыздар, вход или продолжить без входа в аккаунт деп тұр. Создайте профиль деп тұр. Жаңағы бізге жаңадан создавать ету керек. Google почта ашу керек. Создать аккаунт деген осы жерге басам. Для себя, для ребенка, для управления бизнесом деп шығады. Яғни өзіме, балаға, немесе бизнеске байланысты. Сіздер әрине для себя деген басасыздар, өздеріңізге. Сосын обязательно аты жөндеріңізді жазуларыңыз қажет. Мысалға, мен енді өзімнің атыммен тағы да біреу аша салайын, или басқа бір любой атты жаза салайын. Менде уже екі Google почта бар. Екі Google почта болғандықтан қайта бір адамға ашыла бермейді. Сондықтан басқа Google почтаны аша берейік. Басқа адамның атынан аша берейік. Отырып сервис бар. Мына жерге бізге жаңағы не шығады? Рекомендованный Google почталардың жаңа адрестер шығады. Мысалы, мынандай Алтынбай Ерхан gmail.com или Ерхан Алтынбай gmail.com или создать собственный адрес Gmail деген шығады. Маған біріншісі ұнап тұр, мысалы. Далее деп болса. Егер екеуі де ұнамаса, өздеріңіз создавать етсеңіздер болады. Одан кейін міндетті түрде парольді жаңа ұмытып қалмайтындай, өздеріңіз естеріңізде сақтайтындай пароль жазыңыздар. Себебі бұл маңызды. Ұмытып қалсаңыздар қайтадан забыл пароль деп жүресіздер, да? Енді номер телефоны. Ол обязательно, себебі бізге жаңа SMS келу керек. Мен енді біздің номерлардың барлығы уже Google почтаға тіркелгендіктен мен ары қарай көрсете берейін. Мысалға, мына мен тоже жаңадан ашқан жаңа почтам. Осыған бассаңыздар, Google'дың жаңа беті ашылады. Енді Google почтаның жаңа менюін қай жерден көреміз? Оның менюін жаңа мына жерде сіздерде 9 точка тұратын приложение Google деп тұр. Осы жерге кірсеңіздер, аккаунт туралы білсеңіздер болады. Аккаунттен кірсеңіздер, безопасность, қауіпсіздікті нету, пароль ауыстыру деген сияқты, басқа данныйларыңызды көре аласыздар. Личная информация, одан жаңа телевизорға, басқа телефондарға жалғап қойсаңыздар болады. Мысалға, басқа телефоннан кіріп көре берсеңіздер болады. Осындай жаңа личный данныйлар тұрады. Одан тағы да осы точкаға басыңыз, поиск бағына, поиск отделына кіресіздер. Одан кейін картаға кірсеңіздер болады. Сразу осы жерден YouTube-ға кіріп кетсеңіздер болады. Одан Play деген жаңа Play Market. Google Play Market'ке кіріп кетсеңіздер болады осы жерден. Көрдіңіздер ме? Ойындар, приложения, игры, фильмы, книги, бәрі шығады. Мына же планшет ТВ деген бәрінен көріп отырсаңыздар болады, қандай приложение бар екен. Одан мына жаққа плюсті басып, тағы да сол точкаға барып, новости, тоже жаңалықтар көрсеңіздер болады. Новости деп бассаңыздар кіреді. Жаңалықтар. Одан кейін тағы да осы жерге басып, почта. Енді бізге осы почта керек. Жаңағы біреуге почтаны бердіңіздер, сіздерге сообщение келеді, сол сообщение осы почта деген жерден көре аласыздар. Менің сообщенияларым.
барлығы тұр осы уақытқа дейін. Бұл и то жаңа почта, бірақ соның өзінде уже сообщениялар толып тұр. Мына жерде входящий, бірінші ол жаңа сіздерге келген сообщениялар. Одан кейін помеченный, жаңа сіз керек сообщенияны жұлдызбен белгілеп қойсаңыз, осы жерге шығады. Жұлдызшамен мысалы входящийді мен мынаны белгілеп қойсам, ол мына помеченный да шығу керек. Міне, жұлдызбен белгіледім. Енді мына помеченный дегенде шығады. Міне, шығып тұр, көрдіңіздер ме? Ол демек маған керек сообщение деген сөз. Егер удалить еткілеріңіз келсе, архивировать, архивқа жазсаңыздарыңыз, мына жерде удалить деген шығады. Как прочитанное деген шығады, оқылды деп жаза саласыз. Одан кейін отложенный дегенге бассаңыздар болады. Жаңа отложить етіп қоясыздар, кейін жіберем деген сияқты бір сообщение. Одан отправленный, жіберілген деген сөз. Жаңағы бұл жерде сіздердің біреуге жіберген, отправлять еткен сообщенияларыңыз тұрады. Содан кейін черновики. Енді уақытша черновикке сақтап қойсаңыздар болады мына жерде. И еще деген бассаңыздар, көп деген жаңа меню шығады. Осы жерде вся почта, спам сообщениялар болады кейде. Жай бір сайттардан келе беретін, соң корзина, удалить еткен сообщенияларыңыз осы корзинада тұрады. Корзинадан өтіп тастасаңыздар, ол уже қайтадан келмейді. Қайтадан басына кете алмайсыздар. Одан кейін управление ярлыками, настройкалар шығады. Бір-біріне ауыстыру деген сияқты, да, нет, басасыздар. Сосын создать ярлык, өздеріңізге бір папка ашып қойсаңыздар болады, мысалға мына жерге. Өздеріңізге керек папканы ашып қойса болады. Документы деген сияқты. Документы деген сияқты папка ашсаңыздар мына жаққа шығады. Сосын не? Создан деп шықты. И қалай сообщение жазасыздар? Міне, ең бірінші жаңа көппен ручканың суреті тұр ғой, соны басып, сообщение жазасыздар, ол жерде кому деген шығады. Ол жерге енді почтаның несін дұрыстап жазу керек. Адресін дұрыстап жазу керек. Так, обязательно собачка, дұрыс емес болса, мына жерде мына адамның суреті шықпайды. Жоқ деген сөз енді почта дұрыс жазбадыңыз деген сөз. Дұрыс шықса, ол дұрыс шығады. Тема дегенге басып, уже ары қарай өздеріңіздің сообщенияларыңызды басасыздар. Отправить дейсіздер, сообщение кетеді жүмін. Мына жерде отправлен, отменить етіп жасалсаңыздар болады, или посмотреть сообщение жасалсаңыздар болады. Көруге болады сообщение. Не, уже отправленный деген жерде бағанағы сообщениеміз шығады. И одан кейін келесі тағы да сол точкаға басып, мына жерде еще календарь көруге болады. Сосын Google Keep, өзіңіз идеяларыңыз жазып қойсаңыздар болады. Задача қойып қойсаңыздар, контактілерді көруге болады. И тағы да мына жерге точкаларға кіріп, қазір так, новости көрдік. Google Meet, яғни жаңа Zoom платформасы сияқты Google Meetпен, осындай Google почталары бар адамдармен, сол адамдарды шақырып, встреча деп тұр, новая встреча. Соған шақырып, или біреудің жаңағы, сіздер новая встреча деп жаңа адамдарды өздеріңіз шақырсаңыздар болады. Немесе жаңағы біреудің ссылкасы арқылы кодты теріп, біреудің встречасына, яғни сондай конференцияға қосылуға болады. Одан кейін чат деп тұрады тоже. Ол Google чат. Чатта тоже осындай Google почта арқылы сөйлесесіздер. Бір-бірлеріңізді сообщение жазып, тоже новый, начать чат мысалға, біреулерді қосу арқылы, группа жасау арқылы. Басқа группалардың чатын көруге болады, онлайн болып тұрмын. Сонден контакты деген болады. Міне осы уақытқа дейін сақтаған контактілеріңіз, пока менде ештеңе жоқ, өйткені бұл жаңа почта. Сосын диск. Обязательно Google диск болады. Google дискта сіздердің фотоларыңыз, алдынан бері мен жасаған тесттарым, документтерім, жалпы приложениялар, бәрі осы жерде Google дискта сақталып тұрады. Действие деп тұр, осы жаққа жасаған нәрселер. Свойства действия, тесттер жасаған, ол жерде 15 гигабайт менде тұр. Осы жерге жаңағы сақтай берсем болады.
компьютердің несіндегі автоматический компьютердегі синхронизация жасап отырсаңыздар болады. Осы почтаға, яғни Google дискқа оны сақтап отырады. Содан кейін мысалы компьютерларыңыз бұзылып қалатын болса, осы Google почталарыңызды жазып, любой компьютерден осы данныйларыңызды алып отырсаңыздар болады, мысалға документ деген сияқты. И одан кейін фотоларды да мен осылай көшіремін өзім. Мысалға жоғалып кетпес үшін Google почтаға сақтап отырмын, синхронизация деген телефоннан қосып қойғам. Одан басқа телефон алған кезде фотоларым, приложенияларым барлығы осы Google арқылы ана телефонға көшіріледі. Зато оны көшіріп отырмайсың да, өзі синхронизация жасап береді Google'дың өзі. Недавно тоже мына жерде тура сондай хранилище дегенге кірсеңіздер, хранилищеде менде только міне бір файл и 3 тест қана тұр. Содан кейін ары қарай кетеміз. Бұл Google диск деген негізі керемет зат. Содан кейін календарь түсінікті, переводчик, Google переводчик. Міне фото деген бар. Осы фотоға өздеріңіз синхронизировать етіп сақтай берсеңіздер болады. Инструменты. Мен бұрынғы Google почтам осы фотолармен толып кеттім. И немен толып кетті, Google формалармен тест жасап. Онлайн кезінде біз жаңа ТЖБ-ны Google формамен жасаған болатынбыз. Мне копирование фото с компьютера в облако деп тұр. Яғни бүкіл компьютердағы фотоларды осында сізге көшіріп береді. Бізге қазір бұл қажет емес. Келесі центр управления рекламой. Рекламалармен покупкалар жасауға болады. Так, финанс көруге болады. Финансқа көріп көрейік қазір. Міне сіздерде доллар қанша болып тұр, Tesla дейді, Amazon, машиналар қанша болып жатыр, осы жерден барлығын көруге болады финанстан. И сосын ары қарай финанстан, ары қарай қайда келдік. Документы. Бұл Google документы бәріне түсінікті шығар, Google документ аша бересіздер осы жерден. Әртүрлі документтерді ашуға болады. Резюме жасауға болады. Немесе өздеріңіз создавать етуге болады. Пустой файл деген басып, прямо осы жерде жұмыс жасай бересіздер. Кәдімгі не сияқты, Word формат сияқты міне. Форматын өзгертесіздер, сөздердің жирный, курсив, асты сызылған сөзді бәрін. Печать деп осы жерден печать жасап алсаңыздар, сразу Google Meet-қа қосып, мына жерде документтеріңіз көрсетіп, талқылап, жөндеп жасай берсеңіздер болады. Негізі өте күшті. И настройка доступа. Доступ бересіздер, мысалы бір адам тағы бір екінші адамға редактировать ету үшін доступ береді. Сол үшін мына жерде доступ бергенде жаңағы Google почтасын жазсаңыздар, сразу доступ береді. Сосын келесісі бізде Google документтен ары қарай таблицалар бар. Таблицамен тоже жұмыс жасаған жақсы. Google'да тоже өздеріңіз таблица құрасыздар. Немесе біреу сізге біреудің таблицасына кіру үшін тоже доступ керек. Бұл жерде барлығы доступпен жұмыс жасайды. Яғни сіз біреуге таблицаңызды жіберіп отырмайсыз. Или ол мысалы редактировать етіп біреуге сақталған таблицаңызды Excel'де жіберсеңіз, оны ол редактировать етіп қайтадан жіберу керек. Лучше сіз оған осы Google'да доступ аша саласыз. Қажет кезде жаба саласыз. Ол сізге жаңа редактировать етіп қайтадан жібереді. Өзі автоматически сақтап отырады мына жерші. Бір жақсысы автоматически сақтап отырады. Барлығына негізі жеке-жеке тоқталуға болады. Бұл инструменттердің барлығын ашып, Google әртүрлі көптеген мүмкіндіктерді ашып отыр. И келесі презентация тура сондай презентацияда. Бұл жерде де доступ ашуға болады, доступ ашып бірігіп жасауға болады, Google Meet арқылы жасауға болады. И келесі книги. Кітап. Бұл жерде тоже кітап, Google книгаға кіріп әртүрлі кітаптарды іздесеңіздер табылады. Ішінде нелері бар, подписка арқылы алатындар бар, платныйлар бар, бесплатныйлар бар деген сияқты. И блогер дейді. Блогер деген мен көрмеппін, шыны керек, жаңадан шыққан сияқты. Блогерлерге жаңа көмек ретінде ашылған сияқты. Сосын келесі, қазір ашылып жатса көрсетем блогерді. Keep деген бағана айттым, бір идеяларыңыз жазбаңыздар. Jamboard деген яғни бұл онлайн тақта, Google'дың онлайн тақтасы. Бұл жерде жаңағы өздеріңіз мынандай несін өзгертіп,
слайд сияқты или тақта сияқты мына жерге мындай стикерлерді жабыстырып, мысалға hello деп жазсақ, стикерлерді өсіп жабыстырып отыра бересіздер, көрдіңіздер ме? Мындай ауыстыруға болады, жылжытуға болады. Мына жерге жаңағы тоже Google Meet арқылы адамдарды, оқушыларды қосып қойып, суреттер қоюға болады, добавить етіп. Сразу Google'дан загрузка жасауға болады, или Google'дан мына жерден іздеп, мысалға қандай сурет іздейміз? Мысалға flower дейсіз ғой. Flowers десеңіздер, мынандай сурет шығады, біреуін обязательно алып аласыздар, вставка. И мына жерге сразу flowers шығады. Бұл айтпақшы тоже онлайн тақтаның біреуі. Сіздерге осы уақытқа дейін бірнеше онлайн тақталарды көрсеткен болатын. Бұларға да бөлек-бөлек тоқталса болады. Егер сіздерге қажет болса, таныстыру астына комментарияға жазып кетіңіздер, қай жаңағы инструментін Google'дың мен таныстырайын сіздерге. Сосын класс деген бұрыннан болатын, бірақ мен онлайнда почему-то дұрыс жасай алмадым осы классты. Класста жаңағы өздеріңіз сыныптарыңызды қосып жұмыс жасасаңыздар болады. Так, продолжить. Біреуге присоединяться етсеңіздер болады, немесе создать курс деп тұр. Бұны да тоже жеке түсіндіру керек. Сосын планета. Тоже планеталарға байланысты. Планета Земля. Тоже көрінеді. Google Earth. Кішкене загрузка ұзақ болып тұр. Көп не ашып бастадым. Міне. Тоже балаларға таныстырғанға керемет, география неге байланысты. Күшті. 3D прям. Айналдырып, еще көріп отыра аласыздар. Келесі земляны көрдіңіздер, Одан кейін сохраненный деген бар. Google яғни сохранить еткен нелеріңіз. Начать поиск Google. Здесь будет контент, который вы сохраните. Так, келесі инструменттер өте көп енді. И путешествие тоже. Потом формы. Google форманы біз өте көп көреміз. Көп жасаймыз. Мысалы, тест-тестирование или контактная информация, біреулердің информация жинағын жіберсеңіздер болады. Ответ на приглашение. Приглашение на вечер. Тоже кешке шақыру беретін жасаңыздар болады. Одан заказ футболки дейді. Енді әртүрлі нелер бар. Галереясында өте көп. Міне, былай ашсаңыздар. Время встречи, приглашение на вечеринку. Жетеді. Немесе пустой файл ашып өздеріңіз жасай берсеңіздер болады. Любой жазған сөздеріңізді Google автоматически сохранить етіп отырады бұл жерде. И отправить деген басып, кімге жіберу керек. Жіберген кезде просто ссылка деген басып, короткий деген бассаңыздар, қысқа ссылка шығады, копировать басасыздар да и WhatsApp-қа жібере бересіздер. Ең главный енді Google-да таныстырғаным осы. Егер тағы да жеке-жеке таныстыру керек болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп, астына комментарийге жазып кетіңіздер, қайсысын сіздерге тереңірек кішкене таныстыру керек. Мен қуанышты боламын әрине сіздердің комментарийларыңызға. Рахмет, көріп тамашалағандарыңызға.